Қасиетті Рамазан айы келіп, дүниенің түкпір-түкпірінде мұсылмандар ауыз бекітеді. Алайда не үшін ораза тұтатынын әлі күнге дейін түсіне алмай жүрген бауырларымыз да аз емес. Құлшылықтың мақсаты мен мәнін дұрыс ұғынбаған соң, оразаға жеңіл қараушылық та пайда болды. Мына кереметті қараңыз. Қазіргі таңда Европада науқастарды аштықпен емдеу әдіс-тәсілі кең етек жаюда. Бұл мәселеде 19 ғасырдың аяғында физиотерапия саласының майталманы неміс ғалымы Эрет Арнольд оразамен емдеу орталықтарын ашып, небір жазылмас науқастарды емдеп, бұл салада үлкен жетістіктерге жеткен. Сөйтіп, Эрет батыстың көптеген елдері мен қалаларында фастинг центр, яғни ораза орталықтарын ашқан. Эреттің ерекшелігі сол батыстың медицина саласының ең мықты 24 ғалымы оған жазылмайсың деп диагноз қойған созылмалы нефрит науқасынан осы аштықпен емделу арқылы жазылып кеткен. Ал мұсылман жұртшылығына Алла тағала ешқандай ғылыми зерттеулер мен тәжірибелер өткізбей-ақ жылына бір рет келетін қасиетті Рамазан айында ораза ұстау деген үлкен нығметін беріп қойған. Ораза ұстаудың денсаулыққа орасан пайдалы екендігі жоғарыда келтірдік, әлдеқашан дәлелденіп қойған. Біле-білгенге ораза адамға тамақ жеу, тыныс алу, ұйқы, іс-қимыл сияқты адам ағзасына өмірлік маңызы бар құбылыстардың бірі болып табылады. Егер адам ұзақ мерзімге ұйқыдан не тамақ жеуден тыйылса, денсаулығына зақым келіп, дертке шалдығатын секілді, адам баласы ораза ұстамаса да ағзаларға зиян келтіретіні анықталып отыр. Мамандар ораза ұстау мына ауруларға емдейді. Жасушалар жаңарып, ескісі жойылады. Қант ауруына тосқауыл болады. Артық салмақтан арылуға әсер етеді. Тері ауруларына пайдалы. Тұз байлану ауруына пайдалы. Қан қоюланудың алдын алады. Ағзаларды улы заттардан тазартады. Ас қорыту жүйесі демалады. Жағымсыз тәуелділіктерден арылтады. Қан қысымын түсіріп, бас ауруының жазылуына пайдалы.